Қаланың қақ ортасында ұрып-соғып көлікке тиеп кеткен қоғамдағы резонансты оқиғалардың бірі Василий Колесниковке қатысты алдын ала тыңдалым өтті. Жәбірленушілердің айтуынша, бұл арнайы ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекеті дейді. Күдікті Арыспаев пен күдіктілер Қызылбаев, Жұманазаров, Дауласов Марат, Инкарбеков, Ерімбет Алихан және тергеумен жеке бас анықтама Бақа есімді тұлғалар жиналып, жәбірленуші Колесниковты құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшыратуға бағытталған қылмыстық ниетін жүзеге асыру барысында соңғы не оның жанында кездейсоқ болуы мүмкін тұлғалардың белсенді қарсылық көрсету мүмкін екенін түсініп, ол үшін осы қылмысты әрекет жасауға алдын ала сөз байласып, жоспар құрған. Прокурордың бұл позициясын жәбірленушінің қорғаушысы да толық қолдайды. Олардың басты талабы кінәлілер лайықты жазасын алып бас бостандығынан айыру. Әртүрлі болжамдар бар. Колесниктің алдын кек болды өткен жылы. Сондай болжамдар болды. Мысалы, басқа адамды қорғау үшін мақсат, Василий Колесников басқа адамды қорғау мақсатында осындай іс-әрекетке қарсы барған әрекетке бола ма, ол бәрі болжам. Алайда факт остается фактом дейді. Колесникті қаланың ортасында ұрлап, осылай аса ауыр қатыгездікпен өлтіргені ол факт. Ол бойынша азаматтар өз жазасын алу керек деп есептеймін. Алғашқы тыңдалымда тараптардың өтінішхаттары тыңдалып, басты сот талқылауының күні белгіленді. Ат жолы іс бойынша сот процесі ашық режимде өтетін болады. Жәбірленуші тарап әділ шешім шығарылып, қылмысқа қатысы бар әрбір тұлғаның заң алдында толық жауап беруін талап етіп отыр.